түзету мен әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі. Бүгін күн тәртібінде қоғамдық тыңдаулар жүргізу Қазақстан Республикасы экология, биология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамызда номер 286 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаудың хатшысына өзін ұсынуға сөз беремін. Хатшы. Хатшы ретінде өзім ұсынамын. Есім Ихсанов Асқар Талғатұлы. Хатшы ретінде өзімді ұсынамын. Қарсылықтарыңыз болмаса, қол көтерейік. Бір ауыздан бәрі бекітілді. Қарсылықтарыңыз болмаса, қатысушылардың қарсылық болмаса, бір қолдан көтеруді сұралады. Тыңдауымды ашық деп жариялаймын. Әрі қарай күн тәртібіне сай жобалық құжаттары бойынша жұмыс жобасы баяндамасы оқылады. Регламентке айтып жіберсеңіз, регламент күн регламент. Регламент бойынша күн тәртібінде атап өткендей қоғамдық тыңдаулар жүргізу Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Тақырыбы ластаушы заттардың рұқсат етілген шығындылары, нормативтердің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі. Өткізу күні 28-10-2025 жыл, өткізу уақыты 10:00. Өткізу орны осы Шалқар желілік өндірістік басқармасы ғимараты және қатысушылар құрамы жергілікті атқарушы және өкілді органдардың басшылары, жергілікті халық. Қатысушыларды тіркеуге 10 минут, қоғамдық тыңдаудың төрағасының хатшысын сайлау 5 минут, күн тәртібін бекіту 5 минут, аймақта әкімдік өкілін сөйлеу 5 минут, қоршаған ортаны қорғау саласында саясатын таныстыру 10 минут, жобалық құжаттары бойынша жұмыс жобасы 10 минут, ұйым өкілдерін сөйлеу 10 минут, қорытынды сөзбен шешім қабылдау 10 минут уақыт болып бекітілсін. Баяндамашы рұқсат. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум деймін. Есімім Құдайбек Ильханұлы, Алғыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженер эколог мамандығы болып табыламын. Мына қоршаған орта эмиссияларды алу деп отырғанымыз, яғни мына әрбір мекемеде экология талаптарына сай қоршаған ортаға эмиссиялар болады, яғни мына экологиялық эмиссиялар болмайынша жұмыс жасалмайды мекеме. Соған орай сіздің мекемеде бүгін сол бойынша экология бойынша өтеді бүгінгі тақырыбы, яғни Ақтөбе Интергаз Орталық Азия 2026-2035 жылдарға арналған түзету мен әсер ету экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар бойынша, яғни қоғамдық тыңдау тапсырыс беруші, яғни Интергаз мекемесі болып табылады. Негіздемеге сәйкес сүйенейік. 96 бапқа сүйенетін болса, қоғамдық тыңдаулар өткізу. Бірінші қағидаға сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүзеге асыру процесінде немесе басталғанға дейін қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады екен. Екінші қағидамызда сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Яғни Қазақстан Республикасының 2021 жылы 2 қаңтардағы кодексіне сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдауларға өткізуге негіздеме болып табылатын қазіргі уақытта Ақтөбе облысының аумағында Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы қызметі Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасы берген, яғни экологиялық рұқсат негізінде жүзеге асырылып отыр. Оның қолданылу мерзімі 2030 жылға дейін белгіленген екен. Магистралды газ құбырлары мен компрессорлық станцияларды пайдалану барысында қосымша енгізілген ластаушы заттардың стационарлық көздерін есепке алу қажеттілігі туындады. Соған орай Интергаз Орталық Азия өндірістік инфрақұрылымының құрамына эмиссиялар нормативтерін өзгерістер енгізілуді талап ететін жаңа технологиялар объектілері мен 3В көздері енгізілген болатын. Жалпы мәліметтерге көшейік. Жалпы мәліметтер Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы қызметінің негізгі бағыттары магистралды газ құбырлары жүйесін пайдалану және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ ішкі тұтыну үшін табиғи газды тасымалдауды, сондай-ақ халықаралық транзитті жүзеге асыру болып табылады. Іс жүзінде Интергаз Орталық Азия республиканың жалпы ұзындығы шамамен 14 шақырымды қамтитын болатын барлық магистралды газ құбырларын бақылайды. Компания Қазақстан аумағы бойынша 14 магистралды газ құбырларымен арқылы газ тасымалдауды жүзеге асырады. Газды тасымалдау 24 компрессорлық станция жүзеге асырады. Онда әртүрлі типтегі және модельге сәйкес 291 газ айдау қондырғысы
құрылғысы орнатылған болатын. Компания құрамына 3 жер асты газ қоймасы кіреді. Олардың ішінде ең ірісі Ақтөбе облысында Базойда орналасқан. Интергаз келесі. Интергаз Орталық Азия магистралды газ құбырлары басқармасы Бұхара Орал магистралды газ құбырларын Ақтөбе, Жаңажол КС 13 қалаларға бұрылатын газ құбырларын пайдаланумен, сондай-ақ жер асты газ қоймасын пайдаланумен айналысады. Сондай-ақ газды магистралдық газ құбырлары арқылы тасымалдау процесі компрессорлық және газ тарату станциялары желілік бөлігін пайдалану мен қызметін көрсетумен байланысты болып табылады. Интергаз ИЦА деп отырғанымыз, яғни Ақтөбе құрамында ЕКУ-дың 4 желілік өндірістік басқармасы кіреді. Арал ЛКУ, Шалқар ЛКУ, Краснооктябрьск ЛКУ, Жаңажол ЛКУ. Негізгі қызметі болып табылады. Компрессорлық станциялардың газ тарату станциялары желілік бөлігін пайдалану және қызмет көрсету болып табылады. Сондай-ақ кәсіпорын балансында басқару аппаратты және апаттық жүргізу учаскелері бар. Келесі, магистралдық газ құбырларының желілік бөлігі газды келесі параметрлермен тасымалдауға аталған. Атауы Бұхара Орал диаметрі 1020 мм, ұзындығы 1175 шақырымды қамтиды екен. Жұмыстың ұзақтығы 1154, пайдалануға берілген күні 1963-64 жылдарды қамтиды екен. Және де тағы басқалары. Келесі. Компрессорлық станцияларға көшетін болсақ, компрессорлық станциялар қысым жасау арқылы газ құбыры арқылы газды айдауға арналған. Компрессорлық станция негізгі технологиялық жабдығы газды қысымды арттыру және айдау арқылы магистралдық газ құбырлары арқылы газ тасымалдаудың қажетті режимін қамтамасыз ететін газ айдау агрегаттары болып табылады. Газ тарату станциясы тұтынушыларға берілген кезде газдың магистралды қысымын төмендетуге арналған. Жер асты газ қоймалары газды қабатты сақтауға, оның тұтынушыларға қабатты беруге арналған. Әдетте қысқы реттеу кезеңінде газды тұтынудың маусымдық біркелкі отстығын реттеу үшін арналған екен. Арал ЛКУ-на көшейік. Арал ЛКУ деп отырғанымыз, яғни өндірістік бірліктерінің ұзындығы 459,2 шақырымды қамтитын Бұхара Орал газ құбырының учаскесіне қызмет көрсетеді. Ал бұл үшін негізге алаңға бір компрессорлық станцияны атап өтуге болады. Ол Бұхара Орал магистралдық газ құбыры арқылы трассаның 932 шақырым қамтитын аумағы 14,14 гектар аумақты алып жатыр. Және Базой кентінен оңтүстік батысқа қарай 0,6 шақырымды қамтып, және Шалқар облыс орталығының оңтүстігіне қарай 202 шақырымды қамтиды екен. Екінші алаңға көшетін болсақ, Базой жер асты газ қоймасы ауданы 14,800,3 гектар аумақты алып жатыр, және Базой кентінен батысқа қарай 5 шақырым қашықта орналасқан. Сондай-ақ үшінші алаңда атап өтетін болсақ, 5,88 гектар аумақты алып жатыр, және Бегімбет кентінен оңтүстік шығысқа қарай 0,7 және Шалқар облыс орталығынан оңтүстігіне қарай 95 шақырым километрде орналасқан. Келесі. Шалқар ЛКУ оңтүстік бірліктерінің ұзындығы 211 км шақырымды қамтитын болса, Бұхара Орал газ құбырының учаскесіне қызмет көрсетеді екен. ШЛКУ объекттері Ақтөбе облысының Шалқар және Мұғалжар аудандарында орналасады және мынарды қамтиды екен. Бұхара Орал магистралдық газ құбырларының желілік бөлігін, газ айдау агрегаттарын, газ тарату станцияларын, газ бөлшеу станциясын атап өтуге болады. ШЛКУ объекттері жеке орналасқан 7 алаңда орналасады. Өнеркәсіптік алаң 1 КС 12 жаңа компрессорлық станциясы Ақтөбе облысының Шалқар ауданында Қайдауыл шығысына қарай 3,8 шақырымда, яғни Соленый деп бұрын аталған кенті, Қалжар кентінен 1,3 шақырымды, Шалқар облыс орталығының солтүстігіне қарай 50 шақырымды қашықтықта орналасқан. КС 12 аумағының ауданы 6,143 гектарды құрайтын болса, өнеркәсіп алаңы 2 КС 12 компрессорлық станциясы Ақтөбе облысының Қалжар кентінен оңтүстігіне қарай 0,189 шақырымда және Шалқар облысы орталығынан солтүстігіне қарай 50 шақырымда қашықтықта орналасқан. Келесі. Осы сызба нұсқадан жаңа атап өткендерді көруге болады екен. Келесі. Келесі бізде арнайы сызба нұсқаларымыз, яғни 2026-2028 жылдарға арналған кен орнын пайдалану кезінде атмосфера зиянды затқа шығарындыларының 339 көзі жұмыс істейтін болады.
Оның ішінде шығаруды ұйымдастырылған көздері 175 бірлікті қамтитын болса, ұйымдастырылған шығындар көздері 164 бірлік болып табылады. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесіне көшейік. Яғни біздерге мына атмосфераға ластаушы заттардың азот диоксидін, азот оксидін, марганец, углерод дейді, бізде көмір сутек оксидін, углерод оксид және де өзге келесі таблица. Яғни атмосфераға шығарынды болып келетін біздерге дейтін көптеген компоненттер бар. Оның ішінде мына кестеде көрсетілген. Соның ішінде біздер тоқталып өтетініміз, яғни осы атмосфераға шығарылатын барлық бөліктердің шамамен жобасы, яғни 29.707 бірлікті қамтиды екен бүкіл аумағын. Келесі. Мына перечень загряжающих веществ, яғни атмосфераға тасталатын шығарындылар, мына кестеде біздер дейтін мана атап өткен біздей азот оксидін, көмірсутек диоксидін және де өзге де қоспаларды атап өтуімізге болады. Келесі. Мынау жаңа кестеміздің қаласы болып табылады. Қалдықтарды басқару бағдарламасына көшейік. Ақтөбе шелку негізі өндірістік қалдықтарына мына жатады. Пайдаланған майлар, металл сынықтары, газ конденсаты, оқшаулауғыш материалдың қалдықтарын атап өтуге болады. Қосалқы өндіріс қалдықтарына майланған шүберелер, лак бояу материалдарынан жасалған ыдыс, дәлдіктеуіш электродтарының өртенуі, пайдаланған шамдар, металл жоңқалары, құрылыс бокстары, бетонол, мұнай өнімдерінен майланған топырақты атап өтуге болады. Ағаш қалдықтары, қалдық батареялары және де тағы басқа тұрмыстық қалдықтарды атап өтуімізге болады. Лимиты накопления отходов деп отырғанымыз, әрбір мекемеде осылай тұрмыстық қалдық болсын, қандай қалдықтар болсын, осылай лимиттер көрсетіледі. Яғни бізде мына кестемізде 2026-2030 жылдарға арналған жоғарыда айтып өтілген мына пайдаланған майлар, металл сынықтары бойынша мына кестемізде қанша қалдықтар бар екенін атап өтуге болады екен. Мынау жаңағы кестеміздің жалғасы болып табылады. Ендігі мәселеміз бізді қоршаған орта қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына көшейік. Яғни қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары деп отырғанымыз, әр мекемеде үлкен өндіріс орны болғаннан кейін қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары көзделген екен. Бізде мына арнайы интергазға жасап отқан мына қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларымыз мына таблицада берілген болатын. Яғни арнайы қоршаған ортаны қорғау жоспарларына біздерге мына көгалдандыру жұмыстарын және де басқа да жұмыстарды, яғни қоршаған ортаға залал келтірмес үшін қоршаған ортаға арнайы осылай іс-шаралар жоспары қарастырылған екен. Назар аударуларыңызға рахмет. Бір сұрақтар болса, мына слайд бойынша түсініксіз қою өтулеріңізге болады. Жобаға қатысты болса сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз. Сұрақ ешкімде жоқ болса, онда төраға сізге сөз беріледі. Қоғамдық тыңдау бойынша басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда қоғамдық тыңдау аяғына жетті, тыңдауды өтті деп растаймын. Қоғамдық тыңдау жабық деп жариялаймын. Рахмет. Барлығыңызға рахмет. Барлықтарыңызға рахмет.